Ассалаумағалейкум, қалайсыздар? Бүгінгі видео мынау балапандардың байқап тұрсаңыздар, мынау сарғыштары мекені да, арқасында қаралары бар, олар қораздары. Соны айта кетті бет, сол мәселе. Одан кейін менің балапандарыма 5 май күні прай болып 5 күн қалды ғой жалпы. Сонда бұл 25 күндік балапан. 25 күн жемім бітті. 25 күнге 180 балапанға менде 68,5 килограмм жем старт кетті. Старт деген жем. Бүгін мынау БМ-нің неңгі ғой? Жамбылдікі. Осыдан рост алдым. Бұның 40 килолығы 8,5 мың теңге. Міне. Осыдан алып беріп жатырмын. Жақсы, жем активный жеп жатыр. Жем өте мықты екен. Жалпы негізі балапандардың өсуі ешқандай қалып жатқан жоқ. Жаңағыдай нормасыменен өсіп жатыр. Барлығын қарап жатырмын. Міне. Өзім балапандарыма өзім көңілім толады. Далаға шығаруға әлі ерте ағайын. Қанша жерде күн ыстық болып тұрғанымен жер қызбаған әлі. Өзіңіз жалаң аяқ жерді бір 5 минут басып тұрыңызшы, көресіз. Сіздің қалай өткенін. Балапандарға да солай өтеді. Сол үшін асықпаңыздар. Пока брудері тұра берсін. Әлі жер қызған жоқ. Міне, далаға жібермеңіздер әлі. Менде кішкене азын-аулақ жаңалығым осы. Түнде кеше салқын кездері пешті қосып жүрдім. Лампочкілерін ыстықта. Бұлай қосылатқан жоқпын. Жарықты тек қана кешке қарай қосам. Қараңғыда жем табу үшін да. Күндіз жарық қосылатқан жоқпын. Міне. Одан кейін тағы қандай сұрақтар болды. Айтпа, сатасыздар ма дегенге. Бұл сатылмайды, әзірге сатылмайды. Бұл өзіме алып қалуға. Маточный поголовье дейді ғой, сондай өзіме алып қалуға. Одан ешқайсысын сатпаймын ағайын. Міне. Одан кейін группа ашыңызшы деп жатсыздар. Құдай қаласа осы кешке қарай бір телеграмнан группа ашайын. Адам көп сұрап отыр. Сол телеграм чатқа барлықтарыңыз қосылып, сол жерден жалпы кім сиыры бар, жылқысы бар, малы бар, тауығы бар, павлині бар, барлықтарыңыз қосыласыздар. Сол жерден бір-бірлеріңізге ақылдарыңызды айтып, кеңестеріңізді айтып, бірге дамиық ағайын. Жаңа формат осы. Осындай жаңалықтар сіздерге. Міне. Мына жақта инкубаторда адлерский жұмыртқалар. Бұл Ротбек деген бауырымның жұмыртқалары. Кішкене шаң болып қалған, ренжімейсіздер енді. Сарайда тұр. Ертең бәрі ашып шыққаннан кейін барлығын қайтып жуып тазалап қойып қоямыз. Міне. Влажность 67. Барлығын суын 3 күн сайын құйып жатырмын үстінен. Міне. Осы. Әзірге жаңалығым осы ағайын. Құдай қаласа тағы да осы шығып жатса мен сіздерге айтып көрсетіп отырамын. Сұрақтар болса комментарийға жазып қалдырыңыздар. Лайк басып қолдап отырыңыздар. Жаңадан қосылған көрермендер болса подписаться деп қоңыраушаны басып қойыңыздар. Мендегі осы әзірге. Бұл Кучинский юбилейный деген порода. Тағы да айта кетейін. Кучинский юбилейный. Генофондтан. Сергеев Посад деп. Сұрабастар қалай алсақ болады деп. Гуглға жазыңыздар Генофонд Сергеев Посад деп жазсаңыздар сояқтан шығады. Барлық информация. Міне.
жақтан заказ берсеңіздер болады. Ал сәттілік барлықтарыңызға, шаруашылықтарыңыз дами берсін ағайын.